Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі дүние жасайтын боламыз. Бүгін ерекше нарбота жасаймыз, түйе жасаймыз. Осы түйені жасау үшін кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген сүлгіден жасайтын боламыз. Дөңгелек ағашты алып, ортасы кәдімгідей 12-12 сантиметрден және шет-шетін кішкене артық қылып, дөңгелек қылып қырқып ойып аламыз. Және бізге екеу қажет болады, өйткені ботамыздың алдыңғы артыңғы жағын бір-біріне біріктіріп тігетін боламыз. Мұқият аяғына дейін қарап отырыңыздар. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса дәретке жаза кетіңіздер. Осыны дөңгелетіп шет-шетін артық маталарын алып тастаймыз. Және осы ботамыздың бір ерекшелігі мен айыр түйенің будандасуынан пайда болған түйе деп аталады. Енді осының түйенің жота мойындағы өркешін жасайтын боламыз. Осы өркештің ұштарында өте қатты түйенің май тұратын жері. Енді асты жағын кішкене қайшымен қиып аламыз. Мінекей біздің түйеміздің жаңағы денесі дайын болды. Енді біз осы түйенің жан-жағын жабыстыру үшін бас, мойын мен аяқтар қажет болады. Осы аяқтарына біз кәдімгі А4 қағазды алып ойып дайындап қойдық. Енді осының схемасымен қайшымен қырқып шығамыз. Шетіндегі қалың маталарын алып тастаймыз. Әрине бірдестен екеуін бір-біріне қабаттасып қырқсаңыздар өте ыңғайлы. Бірдіндеп отырмайсыздар, осыны айландырып бірдестен бір аяғын дайын болады. Кішкене артық қылып, бір саусақтай қылып артыққа басаңыздар, тігіс жері керек болады бізге. Сонда біз оң қаратқан кезде кішкене сүйкімдірек болады. Мінекей бірінші аяғы дайын болды. Әрине тек қана осындай қылып бәрін қырқып шығатын боламыз. Мінекей түйеміздің басы мен мойны алдын артын қырқып қойдым. Және түйеміздің алдындағы екі аяғы мен артқы екі аяғын мінекей қырқып дайындап қойдым. Осылардың бәрін шет-шетін кәдімгі жіппен инемен көктеп шығатын боламыз. Өйткені алдын ала көктеп шықпасаңыздар, машинадан сырғып жөнді тігілмейтін болады. Неге алдымен көктеп аламыз. Айландырып шығамыз және мойнын, басын және төрт аяғында үстіп айландырып тігіп шығатын боламыз. Ерінбесеңіздер, үстіп көктеп алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады. Кішкене орын қалдырып қойыңыздар міндетті түрде, өйткені ортасына мақтаны салатын боламыз. Мінекей кішкене орын дайындап қоямыз. Түйеміздің денесі дайын болды. Енді бізге қалған аяғын, мойын бәрін үстіп көктеп дайындап шықтық. Енді осыларды бірдіндеп машинамен, қол машинамен тігіп шығамыз, айландырып. Енді ішін сыртына оңғаратып айландырып аламыз. Әрине ішіне кішкене синтефон мақтаны кіргізетін боламыз, салатын боламыз. Барлығын үстіп, ішін сыртқа қарай оңғаратып аламыз. Осыны мұқият қарап отырсаңыздар, осыны алдымен көктеп алыңыздар және сыртынан машинамен тігіп шығыңыздар. Сонда өздеріңізге сенімді боласыздар. Бір шеттері кішкене тігілмей қалуы да мүмкін қолымен, орталары кішкене ашық болып кетуі де мүмкін. Сондықтан
сенімді болу үшін көктеп болғаннан кейін сыртынан машинамен міндетті түрде жүргізіп шығыңыздар. Мінекей түйеміздің аяқтары дайын болды. Енді түйеміздің денесіне синтефон мақтаны тығамыз. Қатты тығыздаудың қажеті жоқ, кішкене орташа қылып салсаңыздар болады. Әсіресе жотасына, өркешіне салыңыздар, сонда өркешіміз қисаймай нық тұратын болады. Енді қалған мойнымен басына қарай мақтамызды кіргіземіз, нықтап. Осы видеоны көріп отырған көрермендер, ерінбеңіздер, өте оңай. Бұлай видеоға қарағанда оңай болып көрінгенмен, кішкене еңбек ету керек. Еңбек етсеңіздер, өте қызығушылық пайда болса, өздеріңіздің қандай нәрсе болса да тіксеңіздер, өте азартпен тіксеңіздер, ойларыңыздан шығатын болады. Осылардың бәріне мақтаны тығып шықтық. Енді осылардың ортасындағы тігілмеген жерлерін ине жіппен тігіп шығатын боламыз, қоңыр жіппен. Өйткені бұл жерді машинамен тігуге ыңғайсыз, сондықтан қолымызбен тігуге тура келіп тұр. Сары түсті, кәдімгі қоңыр, ашық қоңыр түстіден де түйе жасасаңыздар болады. Мінекей түйеміздің денесі толық дайын болды. Енді қалғандарын үстіп бітеп тігіп шығатын боламыз. Басы мен мойын жағы түйеміздің. Қоян болсын, ит болсын, жануарлар болсын, осындай үйлеріңізде қандай керек емес сүлгілер болсын, кішкентай сүлгілер болсын, ыдыс жуатын сүлгілер болсын, осындай әдемі дүние жасасаңыздар, өте керемет болады. Енді осы аяқтарын бітеп, мінеге дайындап қойдым. Енді осы басы мен мойнын біріктіреміз, және аяқтарын біріктіретін боламыз. Негізі осы түйенің тігетін алдында, басында, мойнында, аяғында кейбіреулер біратала пішіп, біратала орталарына мақта тығатын болады. Ал мен сіздерге осыны бөліп біріктіретіндей қылып, жаңағы түйенің өзін жасап жатырмын. Әртүрлі жаңағы схемамен сурет салып, осы сол схемаға қарап жасасаңыздар болады. Кейбіреулер біратала істейді, кейбіреулер үстіп бөлшек-бөлшекпен бір-біріне біріктіретіндей жағдаймен жасайтын болады. Бір жағын ғана тікпей, айландырып, ерінбей қолмен тігіп шығыңыздар, сонда жіптеріңізде осы жаңа сүлгінің сыртындағы мақтамен білінбей қалатын болады. Қаттырақ тартсаңыздар, жіптеріңіз ішке кіріп кетеді. Сондықтан ерінбеңіздер, міндетті түрде жасаңыздар. Мені YouTube каналынан көріп отқан көрермендерім, осыны тек қана өздеріңіз емес, кәдімгі қыздарыңызға да, кейбір балдарда қызығушылық пайда болады, еркек балдар, және кішкентай қыздарыңызға да көрсетсеңіздер болады. Енді аяқтарын біріктіреміз. Міндетті түрде айландырып шығыңыздар, тек қана кейбіреулер бір шетін кішкене салбыратып тігіп қояды, ол болмайды. Сондықтан аяғымызды басынан аяғына дейін айландырып тігіп шығатын боламыз. Негізі бұл түйені кәдімгі ойыншық ретінде де іліп қойсаңыздар болады. Жаңа жылға кәдімгі биыл ат жылы болып жатыр.
мен алдыңғы видеода атты жасадым. Сондай осы кәдімгі жаңағы жүні бар маталардан неше түрлі заттар жасауға болады. Мінекей менің нар ботам дайын болды, түйем. Енді осыларды әрлейтін боламыз. Мен екеуін жасап қойғаным, енді осыларды бас жағында, басындағы құлақтарын, көздерін жасайтын боламыз. Алдымен сіздерге кішкене жаңағы аттың болсын, иттің болсын ноқтасын жасап аламыз. Енді осы түйеміздің ноқтасын жасап көрсетіп жатырмын. Кішкене тезірек қылып. Өздеріңіз білесіздер, ноқтаның түріне қарамайсыздар. Әртүрлі түрлері бар ноқтаның. Қарасы, ағы, сары, қызыл ноқталар болады. Осы сәбіз түстес жіпті алдым, осыдан ноқта жасайтын боламыз. Екі түйеміздің де аузы мен бастарына ноқта жасаймыз. Өте оңай. Алдымен дөңгелек қыламыз және жан-жағын қосып қоямыз. Енді түйеміздің құлақтары дайын болады. Кәдімгі фоамиран қағазынан ойып алған дайын қағазымызды түйенің басындағы құлағына жабыстырып қоямыз. Аяқ жағында құйрығын жасайтын боламыз. Міндетті түрде құйрық есінен шығып бара жатыр. Кешіріңіздер, аяқ жағындағы неде құйрығын жабыстырып қоятын боламыз. Әрине түйелердің құйрықтары өте үлкен болмайды, кішігірім болады. Кішкене арыстан, жолбарыстардың құйрық сияқты кішігірім болады түйелердің де құйрықтары. Мінекей менің түйем басына ноқтамызды кигіземіз. Екіншісіне де кигіземіз. Көздерінде жабыстырып қойдық. Енді түйемізге не жетіспейді. Түйеміздің өркешіне екі айырдың ортасына кішкене қоржын жетіспей тұр. Осы қоржынды кішкене қылып ою, шет-шетіне кішкене тесма сияқты қазақша оюларды ыстық кілеммен кілелеп шығамыз. Екі түйеміздің де ортасына осындай матаны қойып шығатын боламыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болды. Енді аяқ жағында құйрығын жасайтын боламыз. Мінекей түйеміз қандай әдемі болды. Енді осы жерде құйрық жетіспей тұр. Аяғына дейін қараңыздар. Екі түйеміздің құйрығы жетіспей тұр. Дайындап қойдым өзінің матасынан. Қараңыздар, енді құйрығын жапсыратын боламыз ыстық кілеммен. Мінекей біріншісіне жапсырамыз құйрығын. Және екіншісіне жапсырамыз. Мінекей менің екі нар ботам дайын болды. Аяғына дейін көріңіздер, ұнайды деп ойлаймын сіздерге. Көргендеріңізге рахмет.